Бүгін екі құрбақаның негізінде бір мотивациялық мысал айтып, сіздерге ой салмақпын. Қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лүпіл басуыңызды сұраймын. Ертеде екі құрбақа өмір сүріпті. Екеуі бірдей, бірақ айырмашылық мінездерінде ғана екен. Бірі пысық, алғыр, өзіне сенімді болса, екіншісі керісінше ынжық, ұйқышыл, күншіл, жалқау болыпты. Күндердің күні екеуі қамсыз сайраңдап жүріп, бір үйдің іргесіне келіп тоқтапты. Сөреде тұрған үлкен қыш құмыраның ішінен тәбетті ашатын бір иісті сезіп, бақылдап барып, екеуі де бірден ойланбастан құмыраның ішіне түсіп кетеді. Тәбет шақырған иіс жаңа сүзілген кілегей екен. Маңыздан тойғанша жеп таусалмайды. Тойған қарындары төмен тартып, ендігі сәтте екеуі де бата бастайды. Бірінші жалқау бақа тырбаңдап, әрекет жасағансып, әрі қарай жалқаулығы басым болып, тағдырдың жазғаны осылай тойып алып жан тапсыру болған шығар деп көніп, батып кетеді. Ендігі кезек келесі бақада еді. Ол да тырбаңдап барып, қол аяғы талып, кілегейге батып бара жатты. Міне, екінші құрбақада батудың әзер алдында тұр. Бір сәтте өзінің қамсыз бостандықта сайраңдап өткізген күндері есіне түсіп, жоқ, бұлай жеңіле салу оңай өлімге әкелетінін ойлап, бар күш жігерін жинап, тырбаңдай бастайды. Аяқ қолы талып бара жатса да жеңілмей, тырбаңдауын бір сәт тоқтатпайды. Құмыраның түбі терең, ал қабырғалары тайғанақ еді. Секіріп шығуға аяғын тірейтін кілегей ме, әрекетінен еш нәтиже шығатын түрі жоқ. Десе де, ақыры батып өлсем де, қолымнан келгенше күресіп көрейін, жеңілу оңай, жеңу қиын деп, қол аяғын аямай сермей береді. Бірақ еш нәтиже жоқ. Бір кезде денесі талықсып, жан тапсыратын сәтте келді. Бақа ең соңғы күшін салып, аяғын сермеп қалғанда, оқыстан аяғы қатты бір нәрсеге тірелгенін сезеді. Қараса, толассыз шайқалғанның арқасында құмырадағы кілегей сап-сары майға айналып қатып үлгіріпті. Қуанышын айтып жеткізергім, бақа бар жігерін жиып, майға аяғын тіреп, бір секіріп, құмырадан шықты да кетті. Міне достар, ұққанға бұл әңгіме үлкен үлгі болмақ. Тынысың барда, тырбаңда, еш қашан жеңілме. Назарыңызға үлкен рахмет.